Съемкаға қатысатын грим жасайтын қыз іс сапарға шыға алмай қалды да, қазір Тахир өзі боянып жүр әрбір бағдарламаның алдында. Солай ма? Иә, амал жоқ. Бұны боямасаң бетің жанып тұрады. Кәдімгідей қып-қызыл болып. Тахирдің бір жақсы жері өзі жүргізуші, өзі грим жасау біледі, өзі стилист. Вот именно что гримға келгенде қолымнан келмейді. Болды. Бісміллә, кеттік, бастаймыз. Дайынсыз бапам? Отзыв алып сразу бөлісіп жатырмын сіздермен. Оқырманымның қызынан құрт шыққанға мен осылай қуанамын деп ойламаппын, бірақ мультикидстан уже қаншасыншы отзыв паразит баланың ішінен шыққанын міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Оқырмандарымның өздері жазып жатқан отзывтарының барлығы. Дарике келген хаттар отзыв болса мен бірден бөлісіп отырамын. Астрица, лямбля, аскарида сияқты паразит құрттар болса ішіндегі тірідей химикатсыз, улаусыз тірідей шығарады организмнан. Наоборот, тірідей шыққаны күшті оларды. Если оларды өлтіріп шығаратын болса, мысалы аптечный средстволармен, олар көп жұмыртқалап тастайды организмға. И ол такой круговорот болады, постоянно ол паразиттер көбейе береді баланың организмында. Ал мультикидстан сіздер баланың организмін тірідей осылай шығарып тазалыққа келген реально отзывтарды оқып берейінші мен сіздерге. Бала нервный айқайлай беретін, қазір басылып жақсы болып келе жатыр. Бізде ЗППР қазір сөздерді қайталап дене мүшелерін көрсете бастады. Бұрын сүт ішпейтін, қазір сүт іше бастады деп. Міне, я біз мультикидс өнімінен кейін жақсардық. 4 жасар қызым анық сөйлейтін, ойын толық жеткізбейтін дейді, анық сөйлемейтін дейді. Қазір Аллаға шүкір өз ойын жеткізіп, керек нәрсесін сұрап жақсы сөйлеп жүр. Рахмет сіздерге мультикидсқа деп жазып жүрген қаншама реальный отзывтар. Қыздар, енді балаларыңызда бір задержка болса, дұрыс сөйлемей, уақытылы сөйлемей жатса балаларыңыз, тамақ дұрыс ішпейтін болса, может гемоглобины төмен шығар, иммунитеті слабый шығар баланың. ЗПР деген көбінесе балаға витамин жетіспегені и баланың ойлау қабілетінің дұрысталуына йодтың мега көп қой. Ал мына мультикидстің құрамында білесіздер ма? Теңіз балдырлары йодтың ең бай көзі. Балаға самый нужный витаминдары мен осы мультикидстің құрамында. Сырс беретін болсаңыздар, жақсы жеңілдіктер бар орталықта, онымен қоса күшті мүмкіндік 24 айға бөліп төлеп алсаңыздар болады. Балалар мама деген маған ұрсып жатыр. Қазір мында жазған салып қоям. Енді мамасы айтпайды екен, жемеңіздер маған. Мама ұрсады, негізі бұлай киініп шығатын болсам, денемді көрсетсем. Енді алдымыз жаз, купальникпен де шығатын кездерім болады. Сол үшін алдында айттым, қалай бармын, солай көрсетем деп. Сол үшін осылай өмірде қалай и инстаграмға да солай сала беремін. Біз бұл осы тамақ жасап жатырмыз сакарочкамен. Ну, баклажанов не ели. Точнее, баклажан бар, если что, если не заметил никто. Смотрите, как вкусно. Вы даже не знаете, как вкусно пахнет. Жиырма жылдыққа мектеп бітіргенде 20 жыл болып тұр ғой. 20 жылдыққа, я болмаса 30 жылдыққа бармаған адамдар бар ма? Менің өкпем қара қазандай. Мен білмеймін, мен блогер деп шақырмады ма, я атышулы деп шақырмады ма? Атышулы екен бұрына, мектептен бері біледі ғой. Төбелескіш екен, ол кішкентай кезден бастап. Заводские настройки. Не знаю, осы Ушинский мектептеріне, я, блин, по-любому жер деген домалақ қой, көттеріңді ажырамын. 20 жылдық өтіп кетсе де жер деген домалақ, месіндері өкпем қара қазандай. Шын айтам бар ғой. Мен уже қанша 4 күн бұрын ғана білім 20 жылдық өтіп кеткен. 4 күн болды ма, мен әлі ашуым деген бас алмай жатырмын. Не знаю почему, кейбіреулерге өтпесе қойда дейді ғой. Но мен ашуым деген қара қаздай. Мен шаш берілап мына жақта сендерге дайындалып жүрсем, бля, қандай қойдықпасыңдар, блядь, ёб твою маттар, малдар. Кезінде Замира бізді менсінген жоқ. Біз енді сен менсінбейміз деген ойы шығар, білейін ғой, енді кілең, швалім, луалдар жылы жиналыпты. Ол сонда да. Я менсіндерді менсінген жоқпын. Потому что сендерден кілең бойдарын шете қоймек бойы ұзын қызын білесіңдер. Мәселе ол емес құрсын, ол кезде баламыз ғой.
мені нағып шақырмағандарыңда мен қандай болсаңдар да семьялы болсын семьялы болмасын кім ажырассын не болса да мен сендерді көргім келді шын айтамын. Но бірақ та менің өкпем қара қазандай. Мне так обидно, что вы меня не пригласили. Вот менің класстастарым точно көреді мені. Ну мне точно обидно, прям не знаю, вот прям словами не передать. Боқтансам қазір кетіп қалады на инстаграм блокқа. Просто мне так обидно. 20 жылдық менде болған жоқ. Кімде 20 жылдық болып жатыр, мен шақырыңдаршы. Сендердің класстастарға қосылып кеткен группаларыма. Прям до глубины души. Вот я помню в школе они мои сумки таскали, енді кейбіреулердің есігін тепті, мектепті, мен атышулы қыз едім кәдімгідей. На дискотеке там драки устраивала, ладно, құрсын. Издевалась, пускай бегают, типа записки не читала, рвала, там она, ну ладно, даже класстастарда да болды, мен класстастар действительно мен сенен жоқпын сол кезде. Но маған қазір оның бәрі өтті кетті, ұмытылды емес пе, 20 жыл өтті, құрсын. Сумка таскать етті болған шығарсыңдар, енді кейбіреулер шығарып салды, кейбіреулер тағы бардан кейбіреулерге издеваться еттім, я прикол ұстадым, кейбіреулердің тепкіледім, кейбіреулер, ну болды, бәрі өтті. Әлі аушылардың басында 20 жыл өтті ғой, қандай көкіректерің жетпей қалмай мені шақыруға. Мен үшін, я не могу, ендігіде келген кезде көттеріңді айырам, тауып аламын. Қазір ойлап отырмын да, блин, это же детские приколы были. В то время я еще девочкой была. Ну, просто, Димда, әлі обидалар бар шығар, может быть, блогер деп шақырмаған шығар, я не знаю, может, кто-то обиделся, кто-то еще что. Некоторых пинала, с некоторыми издевалась, некоторыми, ну, подшучивала там, да, мен атышулы қыз едім. Ну, не знаю, енді 20 жылдан кейін көкірек деген әлі жүрмейді ғой мыналарды ше. Мен просто жаңа жылап қалдым сәл. Прям жылап өкіретіндей ешкім біліп қалған жоқ, но просто так обидно стало. Мен мына жақта шашып беріп дайындап жүріп қой. Өтсін, аман болыңдар, көріп отырсыңдар, мен білемін. Каждылардың номерін білмесем де естіп атсыңдар. Ну, ендігіде жизнь бумеранг. Встретимся еще. Всем желаю счастья. Аман болыңдар, қақта жүрсеңдер деп класстастар. Мен сияқты 20 жылдыққа класстастар, ну, мектеп бітіргенде 20 жыл отыр ғой. 20 жылдыққа, я болмаса 30 жылдыққа бармаған адамдар бар ма? Менің өкпем қара қазандай.